Отбасылы еркекпен көңіл қосқан әйелдің әңгімесі. Айнұр әуежайда жұмыс істейді. 2 жыл бұрын күйеуінен ажырасып, ата-анасына ұлымен қайтып келген. Жасы 30-ға тақап қалған жас келіншек жеке өмірін басып, бос ер азаматпен жайғастырғысы келетін. Bir күні ол басқа бөлімде жұмыс істейтін әріптесі Нұрболатпен іс-сапарға барды. Нұрболат өте биязы, жарқын, мейірімді, жомарт жігіт. Нағыз армандағы ер азамат дерсің. Сол бір аптаға созылған іс-сапардан кейін екеуін бір-біріне тілі жетпес күш баурап әкетті. Ол Айнұрмен кездесуге сыйлықсыз, гүлсіз келмейтін. Оған Нұрболаттың сүйіспеншілігі, қамқорлығы ұнайтын. Айнұр оның үйленген, басы бос емес екенін білгенше өзін бақыттың құшағында жүргендей сезінетін. Оның үстіне әйелі тұңғышына құрсақ көтеріпті, бірақ Айнұрға жақында ажырасатынын айтты. Оған 2 қабат болған соң ғана үйленгенін, сүймейтінін айтып, Айнұрды иландырды. Бірақ үйленген соң ол сәби шетінеп кетті. Оны сүймеймін ғой, мен онымен жатпаймын, арамызда ештеңе жоқ, дүниеге келетін баламыз үшін тұрып жатырмын. Айнұрдың Нұрболатқа жаны ашыды, оны өзінен басқа ешкім түсінбейді деп ойлады. Отбасы бар еркектермен ешқашан қарым-қатынас жасамаймын деп өзіне серт берген Айнұр не істерін білмеді. Сүйген адамында өзінен басқа тағы бір жанның бар екенін сезіну, қызғаныш сезімін ұялатты. Нұрболатпен көңіл қосқан 2 айдың ішінде оны сүйіп қалған еді. Әр кезде кешкісін Нұрболаттың өзіне телефон соқпайтыны есіне түсті. 2 айда демалыс күндері мүлдем кездеспепті де. Осылайша 2 ойлы болған Айнұр Нұрболаттың сөзіне сеніп жүре берді. Ол әйелмен ажырасу туралы сөйлесетін болғанда, құрсағындағы баланың түсік қаупі туындап ауруханаға түсіп қалыпты. Ол 2 ай жатты. Ауруханадағы әйелін Нұрболат тастап кете алмады. Айнұр да оған жаны ашып ештеңе демеді. Нұрболаттың ұлы дүниеге келді. Әйтіп-бүйтіп 1 жыл өтті. Сенбі-жексенбі күндері Айнұр үшін азап болды. Екеуі анда-санда пәтер жалдап кездесіп жүрді. Тойымсыз махаббаттың буына құмарлары қанбай, күн ұзақ екеуі төсектен тұрмайтын. Жаным, кішкене күте тұршы, балам 40-нан енді шықты, біраз аяқтансын. Сосын ажырасамын, сені ғана сүйемін, білесің ғой. Әйелім ауыңқырап жүр. Мұндай кезде тастап кеткенім болмас. Нұрболаттың сөзіне имандай сенген Айнұр әр күнін үмітпен батырып, әр таңын іңкәр сағынышпен атыратын болды. Bir күні ұялы телефонына оның әйелі хабарласты. Кім екенін білгісі келді. Айнұр өткенде сүйіктісіне хабарлама жіберіп еді. Соны әйелі оқып қойған ғой деп ойлады. Айнұр, қателесіңіз деп тұтқаны қоя салды. Біршама уақыттан кейін ұялы телефоны тағы дыңылдады. Айнұр, мен Нұрболаттың әпкесімін, сенде ұят деген бар ма өзі? Жайына қалдыр, менің інімді. Әйелі бар, баласы бар еркекпен жүргенге ұялмайсың ба? Ұятсыз. Нұрболат оны жақсы көреді, сүйіп қосылған екеуі, ажыраспайды ол. Қоймасаң жұмысыңа барамын. Айқайлап сөйлеген зілді дауыстан Айнұр қорқып кетті. Кімге сенерін білмеді. Әпкесі Нұрболаттың көңілінде не болып жатқанын қайдан біледі? Кімді сүйетінін қайдан біледі? Ертеңінде Нұрболатпен кездескенде ол мен әпкеңмен сөйлесемін, сені жақсы көретінімді, ажырасатынымды да айтамын деп иландырып кеткен еді. Бұл жағдайдан кейін оның туыстары Айнұрды мазалаған жоқ, бірақ Нұрболат міндетті түрде ажырасатынын, Айнұрмен бірге болатынын біраз уақыт беруін өтінді. Содан бері және бірнеше ай өтті. Тіпті кездескенде Айнұрдың көзінше әйелі хабарласа қалса, Нұрболат не бол сонша звондай берме, айттым ғой саған киімді жуып қой деп әйеліне діңкілдеп сұс көрсетіп қоятын. Ондай сәттерде Айнұр телефоны жағындағы сүйіктісімен күнде бірге тұратын өзінің күндесін жек көріп сауап болды. Шок дейтін ішінен Нұрболатқа риза болып. Ол әйелдің қиналғаны Айнұрды мүлдем толғандырмады, ойландырмады. Басында бір ғана ой болды, ол мені сүйеді. Ғашығының ажырасатын уақытын күте-күте шаршаған Айнұр бірден Нұрболаттан кетуге бел буып, 1 апта телефонын көтермеді. Енді міне екеуі машинада отыр. Нұрболат Айнұрды қаусыра құшақтап алған, мойнынан, шашынан иіскеп, жаным, сен неге ертерек кездеспедің екен маған? Сен де ешкімді сүйген емеспін. Не деген қатал тағдыр. Сенсіз өмір сүре алмаймын. Асылдың анасы сен болсаң ғой. Шіркін, үшеуміз сондай бақытты болар едік. Сенен бала сүйгім келеді. Сен маған туып бересің ғой,
Ертесінде Айнұр жұмыста болғанда Нұрболат түскі уақытта келіп есік алдына шығуын сұрады. Көліктің артқы орындығына баласы отыр екен. Көліктен шығып Асылды қолына алып мамаға келдік. Сенің мамаң, мама деп сәбиді Айнұрдың қолына ұстатты. Бетіне шөпілтете сүйді. Ыңғайсызданып қалған Айнұр не дерін білмеді. Нұрболаттың кішкентайына деген шексіз махаббатын көрді. Өзінен аумайтын томпиған балдырған көз алдынан кетер емес. Мамасы деген несі? Сонда балдырғанның өз мамасы қайда қалмақ? Сәбидің кінәсі қанша? Өзінде не бала бар емес пе? Әйелдің кінәсі қанша? Ажырасамын деді. Баланы өзіме алып қаламын деген жоқ па? Қандай есі дұрыс ана нақсүйеріне кетіп бара жатқан күйеуіне баласын бере салады екен? Ақымақтық, немесе мені ақымақ көре ме? Айнұр бұл сөздердің Нұрболаттың өзін кетіп қалмасын деп алдартқатып айтқанын түсінді. Әлі де болса бірталай уақыт осындай күйде жүре беру оған ыңғайлы болып тұр. Соңғы айларда қанша рет Айнұр не істейміз жаным деп сұрағанда Нұрболат кішкене шыда балам кішкене өссін, кішкене шыда жаным балам балабақшаға барсын дейтін. Жоқ, бұдан артық шыдай алмаймын, не ол таңдауын жасасын, не мен кетемін. Айнұр нақты шешімге келді. Нұрболат әдетінше жаным сәл қалды күте тұрсаң дей беріп еді. Айнұр болды, ештеңе айтпа, тойдым. Балам тусын дедің, балам қарқыннан шықсын дедің, балам жүрсін дедің, балам сөйлесін дедің. Енді онда мектепке барсын, сосын оқуға түссін, сосын үйленсін, сосын немересін көріп алайын, сосын ажырасамын. Нұрболат жетеді. Айнұр ашуға булығып өкініштен күйіп көліктен атып шықты. Бұл жігіттің ешқашан отбасынан ажырамайтынын түсінді. Әшейін алдаусыратып сүйем күйеумен мұндай пайдаланып келген. Кеудесіне өксік келді. Көшенің ортасына тұрып алып айқайлағысы келді. Бейне бір түстен оянғандай күш кешті. Телефонын өшіріп жұмысын ауыстырды. Өне бойын кендеп алған дерттей болған Нұрболатқа деген ала-бұртқан сезімнен әрең арыла бастады. 3 ай дегенде көңіл жарасы жазылды-ау. Бірақ 2 жылдай кеткен уақыты, алданған үміті, күте-күте қажыған сенімінің ақталмағаны есіне түссе, жүрек тұсы өкініштен шанши жөнеледі. Осы оқиғадан кейін 1 жыл өтті. Халыққа қызмет көрсету орталығына келген Айнұр кіреберісте шығып бара жатқан Нұрболатты көрді. Бірақ ол Айнұрдың бетіне бір қарады да ләм-мим демей жоқ болып жанынан өтіп кете барды.